Бір күні қатты ауырып, мүгедек арбаға таңылған адам аурухананың палатасына кірсе, терезенің жанындағы төсекте өзге бір науқас жатыр екен. Екеуі жақын танысып, дос болып кетеді. Палатада жатқан науқас арбаға таңылған досының көңілін көтеру үшін терезеге қарап, аурухана сыртындағы өмірді суреттеп беріп, отыруды әдетке айналдырады. Кей күндері аурухананың арғы жағындағы саябақта жайқалған ағаштардың әдемі түрлі түсті жапырағы айналып жерге түсіп жатқанын сипаттайды. Ал бір күндері аурухананың жанынан өтіп бара жатқан адамдардың не істеп жүргенін айтып береді. Алайда уақыт өте келе арбаға таңылған науқас досы суреттейтін тамаша көріністері өзі барып көре алмайтынына ызалана бастайды. Сөйтіп, ызасы жанындағы серігіне ауысып, оны жек көріп кетеді. Бір күні түнде терезенің жанында жатқан науқас қатты жөтеліп, тынысы тарылып, дем ала алмай қалады. Мүгедек досы көмекке шақырудың орнына оны көрмегендей болады. Таң ата дәрігерлер аурухананың сыртындағы тіршілікті баяндап, жанындағы серігіне қуаныш сыйлап келген науқасты жүрегі тоқтады деп палатадан алып кетеді. Көршісінен құтылған науқас терезенің жанындағы төсекке ауыстыруын сұрайды. Медбике оның өтінішін бірден орындап, орнын ауыстырып береді. Орнына жайғасқаннан кейін әлгі адам терезеге қарайды да, қорыққаннан қалшылдап қоя береді. Терезенің арғы жағында кірпіш қабырғадан басқа ештеңе жоқ екен. Сөйтсе, бұрынғы көршісі осындай қиын күндерде досын қуантып, бақытты етейін деген ниетпен қиялына ерік беріп, керемет көріністерді ойдан шығарған болып шығады. Оның қоршаған ортаға деген махаббаты риясыз екен. Осы оқиға есіме түскен сайын, менің де өмірге деген көзқарасым өзгере түседі. Бақытты, толыққанды өмір сүру үшін қиындыққа тап болғанда есесі кеткен адамдай ызаланбай, басыма түскен осы бір жағымсыз жағдайға басқа жағынан қарап, жақсы шешім шығаруға бола ма, деп сұрақ қояйық. Заманымыздың ұлы физигі Стивен Хокинг бірде былай депті: біз 100 000 миллион галактиканың бір бұрышында орналасқан орташа бір жұлдыздың шағын планетасында тұрамыз. Көзқарастағы мынадай өзгеріске не дейсің? Осы ақпаратпен салыстырғанда сенің қиындығың қаншалықты ауқымды? Басынан өткен қиындықтар мен қазіргі проблемаларыңды әлі де күрделі деп санайсың ба? Біз бұл дүниеге тым қысқа уақытқа келеміз. Жоғарыда айтқанымызды ескерсек, адам мәңгілік ауқымында болар болмас нүкте ғана. Сондықтан әрбір сәттен ләззат алып, шат-шадыман күн кешкің келсе, парасатты бол.